Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бұрынғы әжелерімізден келе жатқан дірілдек немесе қазіргі кезде холодец деп атайтын тағам түрін жасайтын боламыз. Холодецті міндетті түрде жасап қойсаңыздар, әсіресе көктем мезгілінде, ораза уақытысында жесеңіздер коллагенге бай болып келетін тағам түрі. Ең алдымен бізге сиырдың алдыңғы екі аяғы қажет болады. Оны бір рет қайнатып аламыз, содан кейін көбігін алып, ол суды төгіп тастаймыз. Екінші рет таза суымызды құйып, оны да бір рет қайнатып алып, баяу отта 6-7 сағат сүйегінен сіңірі ажырағанша қайнататын боламыз. Екінші рет қайнататын кезде дәмі жақсы болу үшін жылқының сүйегін және етін салып жіберу керек. Және де достар, менің каналымда басқа да ыстық тағам түрлері, торттар, десерттердің түрлері бар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 4 сағат өткеннен кейін дәміне қарай тұзымызды, қара бұрыш, лавр жапырағы, сарымсақ, пияз, сәбіз және де аскөктерімізді саламыз. Толық 6-7 сағат өткеннен кейін сүйегімізден етіміз ажырайды. Осы кезде барлығын сүзіп аламыз және де сорпамызды екінші ыдысқа сүземіз. Холодецтеріңіз майлы болып кетпесін десеңіздер, бетіндегі майды осылай сүзіп алсаңыздар болады. Біздің етіміз толықтай ажырады. Енді осы етті майдалап турап қайтадан сорпаға саламыз. Етті турап болғаннан кейін піскен сәбізімізді қалауларыңыз бойынша турап сорпасына саласыздар. Мен осылай кальций қылып турадым және де қалғанын 4 бөлікке бөліп сорпасына қостым. Және де сорпамызға укропымызды салып, бір рет қайнатып, ыдыстарымызға құйып қоя береміз. Мен қазір бір кесеге құйып көрсететін боламын және де қалғандарын контейнерлерге бөліп құйып қойдым. Менде осындай 6 контейнер шықты. Суытып бір түнге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне осылай біздің холодеціміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де достар, менің каналыма қолдау білдіріп, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.